Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен менің көрермендерімнің сұрауы бойынша осындай овсяный сұлыдан печенье дайындайтын боламыз. Өте дәмді шығады, жасап көруге кеңес етемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі сұлының ұны, овсянканың. Егер жоқ болса, осындай мен сияқты сұлыдан жасасаңыз болады. Сары май керек болады. Бөлме температурасында 2 жұмыртқа қажет. Қантымызды, қамыр қопсытқыш керек болады. 1 шымшым тұз қажет болады. Және өз қалауыңызша ванилин қоссаңыз болады. Біздің овсянкамызды, сұлымызды мен блендермен осылай езіп аламын. Блендермен осылай езіп, ұн құламыз бұны. Бізде әбден езіп береді осылай. Осы ұнымызды ыдысымызға салып аламыз. Неке осындай болып жақсылап үгітіліп шығады осылай. Осының үстіне қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне қантымызды қосамыз. Қантымызды қосып, екеуін біріктіріп, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды да қоса жақсылап араластырамыз. 1 шымшым тұзымызды саламыз. Ванилин қоссаңыз болады. Бұл жерде өз қалауыңыз бойынша корица қоссаңыз болады. Орехтар қоссаңыз болады, жаңғақтар. Біздің сұлы ұнын үстіне қосып, жақсылап біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Осындай жұмсақ қамыр болады бізде әдемі. Енді осы қамырымыздан печеньелеріміздің формасын шығарамыз. Бірден осылай формасын келтіріп, біз пісіретін листімізге тізіп аламыз. Қызып тұрған печкамызда 180 градуста 20-25 минуттай пісіретін боламыз. Осындай болып, әп-әдем болып пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады, хрустящий болып. Магазиндегі овсяной печеньелерден әлде қайда тәтті болады. Іші дәмнеке осылай пісіп шыққан. Жасап көруге кеңес етемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарың дәмді болсын.